келдіңіз, уважаемые участники сегодняшнего диктанта. Мы сегодняшний диктант посвятили Международному дню родных языков. Значит, сегодня активистами ногайского движения было принято решение провести диктант на юртовско-ногайском диалекте ногайского языка. Почему на юртовском именно диалекте? Среди ногайцев карагашский, так скажем, диалект, карагашский этот субэтнос, он уже как бы имеет известность, он уже раскручен, 30 лет, как говорится, да? Поэтому сейчас задача уже делать акцент на юртовском диалекте, причем юртовский диалект, он распространен не только среди самих юртовцев, но и среди утар, и среди кундровцев. Это первый момент. Второй момент, как ни странно, среди наших родственников карагаши юртовский диалект иногда воспринимают как не ногайский. Поэтому для того, чтобы, так скажем, тоже иметь такой ознакомительный характер, мы решили сегодня провести диктант на юртовском диалекте ногайского языка. В качестве материала для диктанта мы выбрали небольшой отрывок из ногайского эпоса «Идиги». И он касается непосредственно вот той местности, где мы с вами проживаем. То есть это Волга-Уральское междуречье. Вот Нижняя Волга и так далее. Да? Давайте вот для начала я зачитаю отрывок на юртовско-ногайском диалекте, а потом мы с вами приступим уже непосредственно к работе. Итак. Идиги менен Нураддин Ноғай йұрттың жеріне аяқ басқанда аттан түшіп, ақ топырақты уышылап алып убәділер. Идиги шунда толғайды. Ей Ноғай йұрт, атам-анам туған йұрт, иіліп салам берген йұрт, кіндігімді кескен йұрт, бие сауған сітлі йұрт, қымыз ішкен қытлы йұрт, иділ жайық арасы йылқымынан толған юрт. Иділ су, яған ұйпақ қым басқан, қымға талмынан біткен, бұтағы суға иірген, япырағы қалқандай, бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай дулаған, ташбақасы атандай, йыланы бар бағанадай, балығы йылқы яптырмас, бақасы түн йықымды таптырмас. Сен түгілме туған юрт, япырақларын сарғайып, көк туғайың қараланып, тоқтамыш хан қолында. Ей Ноғай юрт, не болды сеға туған юрт? Сендей илден айырылған, мен не болдым туған юрт? Сені менен айырған, бай йұртымды құл еткен, тоқ йұртымды аш еткен, тоқтамышты тыяйым деп, өз йұртымды алайым деп, сеға келдім туған юрт. Вот такой небольшой отрывок вступления вот в этот эпос. Ну, сейчас, наверное, давайте приступим, если все понятно. Мне как читать? По строчке или по несколько строк сразу? По строчке, да? Давайте начнем. Оглавление. Оглавление? Пишите диктанты, фамилии, имя, отчество. Буду сдавать. Оглавление, что там? Отрывок из эпоса Идиги. Пустой лист был у вас там, пишите. Что слышите, ты пишите. Да. Не бойтесь. Еще один. Ваш? Да. Сколько человек? 5. Начинаем, да? И Ноғай йұрт.
Atam, anam, doğan yurt. Atam, anam, doğan yurt. İyilip salam bergen yok. İyilip salam bergen yok. Kındigimde kisken yok. Bие сауған sütlü yurt. Kımız içken kıtlı yurt. İdil, Jayık arası yılkımından толған yurt. Yılkımından толған yurt. İdil, idil, idil su. Yağan, ойпақ, құм басқан. Yağan, ойпақ, құм басқан. Құмға тау мұнан біткен. Құмға тау мұнан біткен. Бұтағы суға иелген. Бұтағы суға иелген. Япрағы қалқандай. Бақасы қойдай шулаған. Балығы тайдай дулаған. Дулаған. Ташбақасы атандай. Yılanı var,
Бағанадай. Балығы йылқы яптырмас. Бақасы тін ұйқыды таптырмас. Бақасы тін ұйқыды таптырмас. Сен түгілме туған йұрт? Япрақларын сарғайып, көк тоғайын қараланып, көк тоғайын қараланып. Тоқтамыш хан қолында. И ноғай йұрт, ноғай йұрт. Не болды сеға туған йұрт? Сендей елден айырылған, сендей елден айырылған, мен не болдым туған йұрт? Мен не болдым туған йұрт? Сені менен айырған, бай йұртымды құл еткен, бай йұртымды құл еткен, тоқ йұртымды аш еткен, Тоқтамышты тыяйым деп,